кешірім сұраған жоқ, ол жерде Қабылбек айтты, мен діни терминге қатысты айтқам дей салды. Діни терминнің 30% орыс тілінен қалай келеді, ол вообще ұйқаспай қалды ғой. Ысқақ қалайсың, амансың ба? Аман. Қосыла алмай өлдік қой астында отырып мадан бері. Не ник қойып аласың? Алланың досы деген несі, шынды ма? Қалай шынды ма? Алланың досы бар ма не сонда? Неге жоқ па не? Жақын араласасыңдар ма сонда? Иә, кәдімгі. Базар жоқ. Қақтан танисың? Жүректен танимын. Бай жиналып тұрасыңдар ма? Дұғада сөйлесеміз ғой, дұғада. Сонда Алла тағаламен бір жағдай болса, саған хабарлассақ бола ма? Жоқ, сен өзің қолың алақаның жайып, Құдаймен өзің сөйлесшешін. Сен жақынырақсың ғой, ортада адвокатсың ба неме? Жоқ, доссың ғой, қанша дегенмен, дос ретінде былай по-свойски деген. Сен өзіңді досына айналасың ғой, ана жазуды алып тұрсаң. Қалай дос болмай? Любой адаммен дос бола бере ма сонда? Любой адаммен, өзін жаратқан любой адаммен дос болады ғой. Сен дұшпан қылу үшін жаратқан жоқ қой өзіне. Дос қылу үшін жаратты ғой. Сонда анау педофилдермен бәрімен дос па сонда? Мысалы, неше түрлі адамдар бар ғой, мысалы балаларды зорлап, енді білмеймін, олардың ортасына түсе алмаймын ғой, просто былай. Балаларды зорлап өлтіріп жатқан, мысалы сондай қылмыскерлер бар ғой, солардың да досы бар ма? Оларды білмедім ал. Ысқақ точно айта алайыншы саған. Олар дін қабылдап кетсе, олардың да досы болып шыға ма ертең? Қандай опасный нәрсе ғой? Білмеймін деп отырмын ғой мен ол жағын. Негізі Ибрахим пайғамбар емес пе еді Алланың досы? Ибрахим пайғамбар? Может, Алланың достары көп қой? Негізі статус. Ибрахим пайғамбардың статусы сондай сияқты еді ғой, қателеспесем. Иә, ол статус беріле береді ғой. Кім қалайды соған беріледі ғой. Қызық. Кім Алланы ұстайды, соған беріледі ғой. Білмеймін, мен оны дос деп айта алмаймын енді. Сен құлға үйреніп қалғансың ғой да? Сол құлы деуші еді, енді сенікі кішкене жақсырақ екен, бірақ сенікі жақсырақ екен, құлдан гөрі дос деген жақсырақ қой. Мен құл емеспін, мен досымын. Әдемі. Осыны кеңінен таратсай лучше. Енді тарату үшін келіп тұрған жоқпын ба осы жерге, 578 адамның алдына. Болды міне, 570 адам саған жинап бердін. Осыны айт. Иә. Сен айт. Сен. Мен не айтам? Сен бірінші айт. Мына жер қалай жаралды сенің ойыңша? Жоқ, сен мұсылмандарға айтсай, сендер Алланың құлы емес доссыңдар деп үндеу жарияласай осы жерде. Енді тыңдап отыр ғой. Қабылдайтын адам қабылдайды. Не істеймін, бәріне мен Құдай емеспін ғой үкім шығаратын. Мен құл емеспін, мен Алланың досымын деп отырмын. Қазақпын. Бәрекелді. Тыңдаңдар, астында отқандар. Сен, Ысқақ, сені де ескертіп отырмын. Достыққа шақырып жатсың ба, достыққа? Сен бар ғой, қарсылассаң, не алсаң, соғыссаң, сен арабтармен соғысып жүрген сияқтысың ғой, сен арабтармен соғыса бершеш, Құдаймен соғысып не қаласың? Ертең дозақта қаласың, айтайын. Жоқ, екеуі бір болып тұр ғой что-то. Бір емес қой, сен өйтіп қателеспесей, сен саналы жігіт сияқтысың ғой, былай қарағанда да. Сен арабтар мен Құдайды қателестірмесей өйтіп. Жоқ, қалай бөлесің? Құдай жаратушы да, тыңда, Ысқақ, Құдай жаратушы да, арабтар мысалы жаралушы. Жаралушы мен жаратушы бірдей бола ма не статусы? Жоқ, бұл жерде былай ғой. Арабтар Құдайды жаратушы болып тұр ғой бұл жерде. Арабтар Құдайды жаратқан жоқ, Құдай арабтарды жаратты. Жоқ, арабтар бар ғой, арабтар бар. Арабтар сол... Араб емес, орыстар да бар, негрлер, қытайлар да бар ғой. Оған не алдайсың? Жоқ, әуел басында. Әуел басынан бәрі бар, бәрі бірдей жаралды. Қазақтар да, арабтар да, орыстар да бәрі бірдей жаралды. Именно арабтар бірінші жаралған жоқ. Бәрі бірдей жаралды. Жан-жануарлар, құстар, балықтар деген сияқты да. Жоқ, арабтар әкеп тұр ғой енді. Арабтар әкеліп тұр ғой? Е.
Оның алдында арабтар әкелмесе, оның алдында біз Құдайды білмейміз бе, сонда? Жоқ, білмейтін едің сен. Именно осы Құдайды білмейтін едің. Осы Құдайды өзі бір Құдай ғой. Бір емес қой, әркімдікі әртүрлі. Әркімдікі әртүрлі емес, бәрінікі бір Құдай. Жоқ, сен сенетін Құдай мен мына жақтағы біреулердің құдайлары вообще ұқсамайды. Енді сен олай не істемей, сен арабтардың Құдайына, арабтарға қарсы шықшы, Құдайға қарсы. Енді сол сенікі болып тұр ғой, енді сен сол версия, сол вариантты алып тұрсың ғой. Қай вариантты? Сол арабтардың варианты. Арабтардың варианты дейтін жоқ, мен Алланың досы деп қойыппын ғой, мен Алланың құлымын деп жазып қойдым ба, арабтардың версиясы. Қой, енді Алла деген Құдайдың өзі сол арабтардан келмей ма, енді басқа қайдан келеді? Ой, ол айтылуы тек. Біреулер мысалы көк тәңір дейді, мысалы да. Тәңіршімін десең онда. Біреулер көк тәңір дейді, біреулер Құдай дейді, біреулер Алла дейді. Ал Құдайдың есімі көп қой. Біздер тек просто Алла деп танымыз. Онда сен қара. Тәңір. Жоқ, онда сен былай айтамайсың. Сен былай айтамайсың ғой, бәрібір қара. Алладан сен нені қалай аударасың калиманы? Калиманы? Айтасың? Калима айтпаймын мен. Онда сен мұсылман емес екенсің ғой? Мұсылманмын, неге мұсылман емеспін? Калима айтпасаң қалай? Құдайдың бар екенін мойындап тұрған жоқпын ба? Жоқ, сен калима айтпасаң қалай мұсылман болсын? Енді арабтардың мұсылманы емес шығармын мен. Қазақтардың мұсылманы шығармын. Ондай да версия болмай ма не? Ондай версия жоқ, сен онда өзіңше бір дін ойлап тап. Өзіңше дін ойлап таптың? Тап деймін да. Жоқ, бір Құдайға сенем болды. Болды, сен онда деисттің, сен мұсылман емессің. Деис? Иә. Деис дей ма не ондайларда? Иә. Сен бір жаратушыға сенесің. Иә, бір жаратушыға сенем. Сен діндерге сенбейсің. Біз қалай жаралдық сонда? Дінге сенсең, уже сен бір вариантты алуың керек болады. Біз қалай жаралдық біз? Ұзақ жолдан өттік қой. Өте ұзақ. Ұзақ жолдан. Неден жаралдық, соны айтшы. Қай уақыт кезеңін алғаныңа байланысты ғой. Жоқ, қай уақыт кезеңі дейтін болмайды ғой, Ысқақ, ойланшы кішкене. Болады, мысалы, осыдан 500 миллион жыл бұрын болсаң, сен басқа бір нәрсе болғасың. Қалай басқа бір нәрсе болған? Адам болмағасың сен, мысалы. Маймыл болған ба сонда, қалай? Маймылда болмаған болуы мүмкін. Кеше жаңа кіммен сөйлесіп қалып едім, кеше емес, өткен жаңа Ысқақ Про дейтін сенің жаңартылған версияң бар екен ғой. Иә, улучшенный 20 новый версиясы. Иә, новый версия. Сол айтады, маймылдан жаралғанбызды қойды, мен айтам кума дедім. Маймылдың бір түрісің ғой, итак. Маймылдан сен жаратылған шығарсың, мен жаратылған жоқпын дедім. Ай, кім? Бетіңе жүн өсіретін болса бар ғой, алмай қаласың. Бәріміз ұқсаймыз, бәріміз маймылдың. Қумаш, сен итпен, сен біздерден итке тең өтсің ба енді адамдар. Жоқ, сен итке ұқсамайсың ғой, мысалы қарас, қазір сен бетіңе жүн өсіріп. Бәрі жануар ғой, соның бәрі жануар. Жоқ, қара, енді сен жылқы емессің ғой, сен мысалы итке ұқсамайсың ғой, сен қазір бетіңе жүн өсіріп, не қылса, киімін тең өттің бе, сонда ал жақсы ал. Жоқ, қара, сен қай жануарға көбірек ұқсайсың, әділіңді айтшы. Мен жануарға ұқсамаймын, мен адамға ұқсаймын. Ысқақ, сен кішкене қалай ұқсамайсың? Немен, итпен, мысалы, ит қандай жануарларға ұқсайды? Маймыл мен адамның аспан мен жерде ғой. Итке теңеп тұрған сияқтысың ғой, сен маймылға теңеген. Итке теңеп тұрған жоқ па? Итке теңеп атқан жоқ. Итке ұқсамайсың ғой сен вообще? Жоқ, жалпы деймін да, жануарға теңептісің ғой. Жоқ, жануарға ұқсайсың ғой енді, жануарда. Оның ішінде маймылға ұқсайсың ғой енді. Мен де ұқсаймын. Сендер жаралған шығарсыңдар маймылдан. Жоқ, андайға қарашы енді 2 + 2 = 4 деген очевидный нәрсені отрицать еткен дұрыс емес қой. Сонда сен енді маймылдан жаралдық деп. Жоқ, маймылға ұқсамаймын деп айта алмайсың ғой, енді айтшы, ұқсайсың. Ұқсамаймын деп айтып отқан жоқпын мен саған, тіпті. Мен маймылға ұқсап тұрсаң да қара, ақты ақ, қараны қара деп айта алмай тұрсың ғой. Ай, сен өзің ойланшы, сен өзің соған сенесің бе? Ол сенетін нәрсе емес, факт қой енді. Жоқ, қарашы, сен кім? Ысқақ, былай сөйлесейші. Жоқ, сен маймылға ұқсайсың ба, ұқсамайсың ба? Жоқ, ұқсамаймын, сен былай сөйлесейші. Қай жерің ұқсамайды айту? Ақыл ойым, санам ұқсамайды.
ал. Ой, сен мысалы ым-ишара тілін білесің ба? Язык жестов. Жоқ, ондайларды білмеймін. Сол язык жестовты білетін маймылдар болған ғой. Ой, құрсын енді білсе білген маймылдардың да бір бар шығар. Горилла болған. Коко деген горилла болған. Кәдімгі 1000-2000 знак білетін болған. Ым-ишара тілімен сөйлей алатын болған. Енді сен сонда бәріміз сол маймылдың ұрпағымыз деп отырсың ба? Енді сен не айтып отырсың сонда сен? Маймылдың бір түрісің деп отырмын. Ой, құрсын, енді маймылдың бір түрі енді маймыл емеспіз ғой деймін да. Маймылдың түрісің, просто ақылдырақ түрісің. Мысалы, машиненің де неше түрі бар ғой? Жылдам жүретіні бар, баяу жүретіні бар, бәрі машина ғой енді. Коблетте машина, Феррариде машина ғой, сол сияқты. Сен Феррарисің. Ысқақ, енді сен мана жақсы, енді жарайды, бұл теманы тастайықшы, жақсы. Әдемі келіп жатыр ғой. Маңызды емес та бұл. Неге маңызды емес? Өте маңызды. Сен ертең дозақта қалып қоюың мүмкінсің. Мына Құдайға қарсы шығып бар ғой. Сен де қаласың ғой дозақта, сен де сеніп тұрған жоқсың ғой. Мен Құдайға сенем, неге сенбеймін? Сен кәлима айтпай тұрсың ғой, сен де қаласың дозақта. Сонда не кәлима айтқандар дек не сонда? Иә, кәлима айтқандар ғана кіреді. Жәннатқа кәлима айтқандар ғана кіреді. Мен саған тағы да бір ескертіп жатырмын, мен саған қайта өзің ескертсе, өзің адасып жүрсің, өзің диванасың, кімге пір боласың деген әңгіме болып тұр сенікі. Сен өзің адасып жүрсің, кәлима айтпайсың. Сен өзің адасып жүрсің, мысалы, сен дінге жоқ, сен дінге сенбеймін деп отырсың өзің. Мен кәлима айтпаймын дейсің да. Сен сияқты маймылдан жаралдың. Одай емес қой проблема. Қара, одай емес. Құдай жоқ, маймылдан жаратылдым деп отқан жоқ. Жоқ, сенің бар ғой, маймылдан жаратылған жоқпын деген сөзің сені тозақтан құтқармайды. Құдай жоқ деген сөзің сені тозақтан құтқара ма? Жоқ, мен кетем ғой, сен де бірге кетесің. Сен кетсең, өзіңмен бірге кетесің. Сен де кетесің ғой, сен де Құдайды мойындамай жатсың ғой. Сен қуасың ба? Кәлима айт десем айтпай жатсың. Сен қасыңда Ысқақ біреу жақсы екен ғой. Мен сенің армайын. Кәлима айтсаң құтыласың, айтпасаң құтылмайсың, давай. Давай, онда өзіңдікімен қуып жүре бер. Жоқ, сен тозақтан құтылғың келе ма? Тозақтан құтылғың келе ма дейсің ба? Иә. Мен тозаққа түспеймін ғой. Түспегенде тозақтың кілті сенде сияқты, сенің қолыңда сияқты тұрып отырсың ғой сен. Түспеймін ғой деп кілтін айналдырып тұрған сияқты болып тұрсың ғой тозақтың. Енді түспейтін адам түспеймін деп айтады ғой. Саған таңдау береді деп ойлап отырсың ба? Саған екі тал қағаз беріп, ана TikTok'тағы пранк сияқты қолыңа таңдау беріп барады. Таңдау әркімнің өзінің қолында ғой. Сен өзің мойындап тұрсың ғой, түсемін. Онда мен де түспеймін, онда мен де түспей қояйын. Онда ана жазуыңды алып тұрса да не істемешейші онда. Жоқ, мен де түспеймін, бармаймын деп отырамын онда. Жазуыңды алып тасташы, одан кейін Құдайға қарсы шықпа, болды, одан кейін түспей қой. Мен саған түс деп отқан жоқпын ба? Жоқ, сен ескертпе, сен өзің тозақта жүріп біреуге ескертетін қызық екен. Сен тозақта жүрсің ба не қазір? Жоқ, сен тозақтасың. Сен тозақтасың. Сен тозақта отырайын енді. Жердің астында шірейсің сен. Так, мына жүрсің мен. Ой, сен шірмей қаласың ба не? Жоқ, мен аспанға ұшып кетемін. Ой, ё-моё. Нешектің айтпай-ақ қой, бірақ жегелеріне жазып жүрін олар. Қумашы, байтте мен сенде бірдеңе шегетін адамға ұқсап тұрмын ба мен? Сондай ақыл таяз көріпсің ба не мені? Жоқ, ұшып кетем деген әңгімеңнен енді кішкене ойлап отырмын да соны. Дозақпен сен жұмақтың амаған айтып берші ал, қалай болады? Дым білмейтін сияқтысың ғой. Тозақта күнде тозақ, жәннатта күнде дискотека. Сол дискотекаға кетейін деп жүріп қой, сен тозақта. Сен итак жәннатта жүрген сияқтысың ғой, что-то қаңғып. Мына өмір тозақ па не сен үшін сонда? Бұл өмірде тозақ та бар, жәннат та бар. Жақсы да жаман да бәрі бар ғой. Бұл өмір дейтін тозақ емес қой, бұл өмір дейтін жұмақ қой. Мынауың вообще шайдың есен бар ғой. Қумашы, саған не мойныңа біреуіне арқан байлап жүр ма не тозақта жүретіндей? Сен не қуып отырсың? Миың пиз уланып қалған бала сияқтысың ғой сен де. Өз өмірің сүріп жүрген жоқсың ба міне? TikTokқа Құдай жоқ деп жазып қойдың. Құдайға қарсы шығып отырсың. Сен де қарсы шығып отырсың. Мен сенің алдыңда ақталмаймын, Ысқақ.
Мен де сенің алдыңда ақталмаймын. Енді көтіңді қысшы, онда не айтып отырсың маған? Қыссаң өзің қыстың. Маймылдан жаралды, тағы бірдеңе. Адамдардың миын уламашы нахуй. Енді маймыл сенен қарағанда мәдениеттірек болады ғой. Маймылдар боқтамайды ғой, білесің ба? Мен сені боқтап отқан жоқпын, мен саған айтып отырмын. Нақ пақ деп отырсың ғой енді. Нақ пақ дегенге қадалмай ақ қойшы, байта. Қалай қадалмайсың сен? Біреуді посылать етіп отырсың мысалы, дұрыс па сол? Маймылдар боқтамайды мысалы. Сен соған әкеліпсің ғой. Боқтаған маймыл көрдің ба? Өміріңде боқтаған маймыл көрдің ба? Айтшы. Тілеп алыпсың ғой енді сен. Тілеп алыпсың. Боқтаған маймыл көрдің ба? Айтшы. Жақсы, сен Ысқақ, сен өзің қалай ойлайсың былай? Біз барлығымыз жер, әлем, материк барлығы қалай жаралды деп ойлайсың? Өте қиын сұрақ бұл. Қиын емес білетін адамға. Бұл өте ауыр сұрақ. Білетін адамға қиын емес деймін. Мен білмеймін. Білмейтін адамға қиын енді. Білмеймін мен, қиналып отырмын. Мойындайсың ғой білмейтініңді, да? Конечно. Сен білесің ба? Білем, я. Қаяқтан білдің оны? Қаяқтан білдің? Иә. Мен Алланың досы емеспін ба? Бірге отырып жараттық демеші, әйтеуір бір күні. Қой жоқ, бірге отырып жараттық. Өзіме күн артпаймын ғой. Білмеймін ғой, сенің әңгімең что-то опасный болып баратыр ғой. Дірілдеп жатсың ба? Білем дегенің қиын да сенің ше. Білем досым деген. Жоқ, білетін адам білем деп айтпаймын ба? Жаратып жатқанда жанында тұрдың ба, или бірге істедің ба? Білетін адам, білетін затың сен білмейтін затың білмеймін деп айтасың, солай емес пе? Дұрыс, сен білмейтін затыңды білем деп айтасың, солай ма? Мен білетін затымды білем деп айтамын, білмейтін затымды білмеймін деп айтамын. Қаяқтан білесің енді қалай жаратылғанын? Судан жаратылдық қой, судан. Су қайдан шықты? Су Құдай жаудырды ғой. Қаяқтан жаудырды? Аспаннан. Аспан қайдан шықты? Жаратты ғой. Аспан мен жерді жаратты. Аспанды қалай жаратты? Теп жаратып жіберді ғой, общем айтқанда сен. Қалай? Қалай? Аспанды қалай жаратты сонымен? Мен саған көрсетіп отыра алмаймын, сен көрініп тұрған жоқсың, көрініп тұрсаң көрсетемін қайтып жаратқанын. Жанында тұрған сияқтысың сен. Аспанды бөлек, жерді бөлек жаратты ма сонда? Бәрін бір жаратты. Бәрін бір, онда неғып бөлек-бөлек айтып жатсың? Мен саған түсінікті болу үшін айтып отырмын. Аспан бұрын жаралды ма, ай бұрын жаралды ма? Бәрін бірге жаратты ғой, бәрін бірге. Ай, күн, жұлдыздар. Бәрін бірақ сразу ма? Иә, бәрін сразу жаратып жатты. Сосын? Тіршілікті бастау үшін да. Содан кейін жерге жаңбыр жауғызды. Бастайық деп па сразу? Бастайық емес, өзің қолында тұр, бастайық деп біреумен ақылдаспайды ғой. Сен доссың ғой, сенімен ақылдаспайды. Мен ол кезде жоқпын ғой, менімен ақылдасатын. Мен сенімен замандас болып отқан жоқпын ба мына жерде? Сонда сен жоқ кезде Алланың досы жоқ болды ма? Алланың досы менен кейін де, менен бұрында болған, менен кейін де бола береді ғой. Не қуып отырсың, Ысқақ, дым көрмедің ба соншалықты? Миың кәдімгідей уланып қалған адамсың ба? Мидың улануы туралы сен айтпайын құрсын. Сен кәдімгі менен өтіп кеткен сияқтысың ғой. Мен сенің қасында хуйна болып қалған сияқтымын ғой. Ауыр. Айтшы тағы не айтасың? Діни білімің бар ма, діни білімің? Дінмен шаруам жоқ менің. Дінсіз бәлесің ғой сен? Сен не, діндесің ба не? Жоқ. Не алды өтсін енді? Дұрыс қой сен жұрт тесікке күледі деп, біреулерді айтып отырып ең, сен күлген жоқ.
күлгөн Сен жокмун бір деп. сен былай қарасаң детский екенсің ғой, ипай тысқасың. Саған күлмеймін ғой енді. Сенімен кәдімгі сөйлесіп отырып күліп отырмын да, детскийсің ғой деймін да әлі. Бөтейсің да. Саған күліп аткан жокмун. Бірдеңе қарап отырсың ба? Солайша. Дінге келсейші, дінге. Дінсіз өмір жоқ па не сонда? Иә. Сен өзің не дінге кірмейсің? Мен жұрттарды кіргізіп, сосын соңынан кіремін ғой. Сыртта жүргендерді андай ғой, енді сыртта жүргендерді кіргізу керек та, сосын бәріңді сыртта жүргендерді кіргізіп, артынан өзім есік жабамын. Артынан өзің сыймай қалма есікке. Үлгере алмай қалма. Ештеңе жоқ. Еркек тоқты құрбандық сыймай қалсам қалам сыртында. Сендерді кіргізсем болды ғой бастысы. Ай, кейдіресіңдер. Неше түрлі кадрлар неше түрлі кадрлар келеді. Кадр, мен саған айтып отырмын, анандайын жинастыр. Болды, жинастырамыз. Тиктокта өтіп адамдардың миын улама. Құдай бар. Болды, иә. Мен саған ескерту үшін келіп тұрмын, күнде сенің эфиріңе андай запрос жіберіп отырмаймын. Болды. Запрос жібермей ақ қойыңыз, өзіміз шақырамыз. Келесте қойма, андай құдай жоқ, бар болса кірде дәлелде деп. Дәлелдеп тастадың ғой, көрдің ғой да, екі көзіңмен. Иә. Құлағыңмен естідің ғой, болды. Иә, болды. Неше түрлі адамдар бар, қарасаң. Келіп кетесің ше.